Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін міне 23-ші сабаққа келіп жеттік. Lesson 23. Бүгінгі өтетін сабағымыз have got және has got. Негізі жалпы білесіңдер, have деген бізде балалар, яғни бар болу, яғни бізде егер еншігімізде бір нәрсе болатын болса, біз оны have немесе has арқылы айтады екенбіз, Біз алдында өткен болатынбыз, present simple өткен кезде, мысалы, менде қалам бар деген кезде біз қалай жаздық? Біз I have a pen деп жаздық, I have a pen деп жаздық. Егер ода қалам бар болатын болса, онда he has a pen деп айтқан болатынбыз, Естеріңе түсті ме? Қай кезде have-ті қолданамыз? I, you, we, they болған кезде біз have-ті қолданамыз. He, she, it болған кезде ол have дегеніміз has-ға өзгереді деп айтқан болатынбыз, Ода қалам бар деп айтатын болсақ. Енді болымсыз сөйлемі қалай болушы еді? Болымсыз сөйлем. Мысалы, менде кітап жоқ деген қалай еді? Менде кітап жоқ дегенде біз don't арқылы айтатынбыз, I, you, we, they-ға don't-ты қойып, содан кейін have-ті айтатынбыз. I don't have a book деп айтқан болатынбыз, Ал егер he, she, it болатын болса, he doesn't деп айтатынбыз, He, мына жерге сыймай қалып, төмен жағына жазайын. Міне, he doesn't, яғни has-дағы s әрпі don't-қа s doesn't болып кетеді деп айтқан болатынбыз, Doesn't-қа кіріп кетеді, ал етістік болымсыз сөйлемде өзгермейді деп айтқанымыз, Сонда he doesn't have a book болады екен сонда. Міне, естеріңе түсіп жатыр ма? I don't have a book, he doesn't have a book. Міне, болымсыз сөйлемде осылай аударған болады екенбіз. Енді келесі сұраулы сөйлемі қалай еді бізде? Сұраулы сөйлем болған кезде біз I, you, we, they-ға сенде мысалы бар ма дейтін болсақ, сенің ағаң бар ма деп сұрайтын болсақ, біз do арқылы қоятынбыз, Do you have a brother деген сияқты. Do you have a brother? Сұраулы сөйлем қойғанбыз, Сенің ағаң бар ма деп, мысалы, Немесе оның ағасы бар ма деген кезде біз does арқылы қоятынбыз, Does he have a brother? Does he have a brother деп алдында өткен болатымыз. Енді балалар, мен сендерге айтайын дегенім, қараңыздар. Have got. Got-ты егер бірге қосып айтатын болатын болсақ, онда біз мұна do, does, don't, doesn't сызақ қолданбай, кәдімгі модальный глаголдар сияқты, модальный етістіктер сияқты, біз өзінше жеке қолдана алады екенбіз. Мысалы, сұрақ қойған кезде де, мысалы, do-сыз, болымсыз айтқан кезде де, doesn't-сыз, don't-сыз, мысалы, have not деп қана кәдімгі алдында өткен болдық қой, can, must дегенде, оларға ешқандай do, does дегенді қолданылған жоқпыз ғой, can not деп мысалы айта салатынбыз, must not деп, mustn't деп айта салатынбыз, мысалы, can't деп айта салатынбыз, мысалы, can you play tennis, мысалы, ойнай аласың ба дегенде, сөйтіп өзімен сұрақ қоя салатынбыз, тек алдына шығара салатынбыз, ешқандай do, does қолданылған жоқ болатынбыз. Міне, енді бұл have got-ты егер бірге айтатын болсақ, міне, тура модальный глагол сияқты, ол do, does-сыз қолдануға болады екен. Бұлай да қолдануға да болады, do, does арқылы да қолдануға болады, және оларсыз да қолдануға болады. Ол қалай екен? Міне, оны басқа түспен жазайын, сендерге түсінікті болу. Мысалы, менде қалам бар. Тура сол мысалдарды алайық. Мысалы, I have got a pen. I have got a pen. Менде қалам бар. Міне, осылайда I have got арқылы да жазуға болады. I have got a pen. Болымсыз сөйлемінде ұқсайды. Қазір болымсыз сөйлемдерге келгенде түсінетін боласыңдар. Мысалы, ода қалам бар болса, онда he, she, it-қа has got болады екен. He has got a pen болады екен. I have got a pen, he has got a pen. Тура солай. I, you, we, they-ға have got болады, he, she, it-қа has got болады екен. Түсінікті ғой, Енді болымсыз сөйлемі қалай болады? Болымсыз сөйлем мына жақта біз қалай айттық? I don't have a book деп айтқан болатынбыз, I don't have. Енді don't-ты қолданбайтын болсақ, онда біз, мысалы, I бірден қысқартып жазам, балалар, бірден қысқартып жазам. Сендер уже білесіңдер, haven't деген сөз, ол have not деген сөз.
I haven't got. Сонда менде не жоқ? A book. I haven't got a book. Менде кітап жоқ болады екен. Мінекей балалар. Міне, ешқандай don't doesn'сыз, бірақ got арқылы осылай қолдануға болады. I haven't got a book. Міне, ода кітап жоқ. He hasn't got a book. Міне, көрдіңіздер ме балалар? То есть, don't doesn't қолданбайтын болсаңыздар, онда got арқылы жазасыңдар. He hasn't got a book. Ода кітап жоқ деп. He doesn't has not got деп олай айтуға бәрін шатастырудың біріне қажеті жоқ, олай қате болады. Немесе he doesn't have a book деп айтамыз, немесе he hasn't got a book деп екеуісінің біреусін қолданамыз. Енді сұраулы сөйлемі. Сұраулы сөйлемі мына жақта біз қалай болды? Do you have a brother болды, иә? Do you have a brother болды? Ал егер got арқылы жататын болсақ, have you got? Яғни have got-тың ортасына кетеді екен. Have you got? Сенде бар ма? Brother. Түсінікті ғой, екі ортасына жазып жібереміз. Have you got a brother? Оның ағасы бар ма? Has he got? Has got-тың ортасына жазылады. Сұраулы сөйлем болған кезде есімдігіміз екі ортасына жазылады екен. Has he got a brother болады. Міне балалар, екі жағдайда осылай жазсаңдар да болады, иә? Do, does арқылы қолдансаңдар да болады. Мысалы, he has a pen деп мысалы осылай қолдансаңдар да болады. Немесе do, does'ды қолданбай, кәдімгі модальді етістік сияқты қып, өзінше have not got арқылы қолдансаңдар да болады екен. Енді біз алдында бұлай үйренген болатынбыз. Енді бүгін мысалдарымызды мына арқылы жазамыз. Немесе себебі көбінесе көп жағдайда шетелдіктер бар деген сөйлемді do, does арқылы емес, міне өзінше осылай қолданады екен. Міне осынша өзінше осылай қолданған, көп жағдайда осылай қолданған үшін біз бүгінгі мысалдарымызды осыған байланысты жазамыз. Олай болса, балалар, кеттік. Бірінші мысалымыз, менің екі қолым бар. Менің екі қолым бар. I have got, менде бар, I have got екі. Two hands. I have got two hands. Менің екі қолым бар екен. Оның шашы қара. Қыз баланың. Оның шашы қара деген балалар тоже осы have got арқылы айтылады екен. Яғни оның қара шашы бар деген сияқты, сондай мағынада she болғандықтан has got болады, have got болмайды, has got болады. She has got dark hair. Балалар, қараңыздар, dark деген темный болысы, темный деген ол қара шаш деп айтылады. Яғни black hair деп айтпаймыз, dark hair деп айтамыз, қара шаштарды. Яғни орысша айтқан кезде темный волосы деп айтамыз. Темный волосы деген бізде ол қара шаш. Содан кейін екінші вопрос, балалар, шаш ешқашан көпше түрде айтылмайды. Жақсы ма? Шаштар деп айтпаймыз, тек қана жекеше түрде қолданамыз шашты ағылшын тілінде. Сол үшін де мына жерде hair деп айтып отырмыз. Hairs деп айтпаймыз, hair деп қана айтамыз. Содан кейін бұл зат есім, зат есім болғандықтан біз алдына не қойымыз керек еді? Артикль қойымыз керек еді, негізі. Бірақ артикль қай жерге қояды? Зат есім егер саналатын болса ғана алдына қойылады. Бірақ мына шашты біз санай алмаймыз, бір шаш, екі шаш деп санай алмаймыз. Сол үшін де бұл зат есімнің алдына артикль қойылмайды. Арғара кеттік. Менің екі әпкем бар, екі сестрам бар. Содан кейін тағы да I've, міне, осылай қысқарылады. Have деген, яғни алдыңғы екі әріпі жоқ болып кетеді да, орнына апостроф қойылады да, мына екі әріп есімдікке I, you, we, they-ға қосылып кетеді. I've деген I have деген сөз. You've деген you have деген сөз. We've деген we have, they've деген they have деген сөз.
I have got two sisters. Яғни менің екі әпкем бар. Бізде көп ойыншық бар. Мен жаңа айтқан болдым, я? We have дегенде екі әрпі қосылып кетеді, қысқартылып кетеді да, апостроф арқылы we have деген сөз we've болып кетеді. We've got деген сөз we have got деген сөз. Көп ойыншық many toys. Many деген көп саналатын затты есімдердің алдына қойылады. Many көп. Many toys. Келесі, оқушыларда қызықты кітаптар бар. Have got бола ма, has got бола ма? Оқушылар көп адам, я, сол үшін көп адам болғандықтан have got болады. Have got, pupils have got, қызықты кітаптар, interesting кітаптар, books. Pupils have got interesting books. Оқушыларда қызықты кітаптар бар. Менің ағамда жаңа велосипед бар. Менің ағам, my brother. Енді қараңыздар, have got бола ма, немесе has got бола ма? Менің ағам ол бір адам, я? Сол үшін has got болады. My brother has got a new bike. A new bike. Міне, мына жерде балалар books көпше түрде келіп тұр. Сол үшін артикль қойылған жоқ. Toys көпше түр, артикль қойылған жоқ. Bike жекеше түр, яғни бір зат есім, саналатын бір зат есім болғандықтан алдына артикль қойып отырмыз, е? Мына жерге қоймаймыз, себебі бұның алдында сын есім бар, сол үшін біз сын есімнің алдына қойып отырмыз. A new bike деп. Егер зат есімнің алдында сын есім болса, онда артикль сын есімнің алдына кетеді, естеріңізде сақтап алыңдар. Олардың 3 баласы бар. They, ол, they болғандықтан have got болады. They have got 3 children. Children деген өзі көпше түрі. Child деген міне, child деген бір бала, children деген көпше түрге айналған кезде children болады екен, сол балалар, яғни 3 балалары бар. They have got 3 children. У них есть 3 детей, орысша айтқан кезде. Ричардта көп қарындаштар бар. Енді қараңыздар, Ричард адамның аты келіп тұр. Бұл онда есімдігіміздің орнына келіп тұр, адамның аты келіп тұр. Бірақ бұл қанша адам? Бұл бір-ақ адам. Сол үшін has got болады. Richard has got көп қарындаштар, many pencils. Richard has got many pencils. Richardта көп қарындаштар бар. Біздің ата-анамызда машина бар. Our parents. Яғни біздің ата-анамызда деген ол екі ата-ана кіріп кетеді. Parents көпше түрде айтылып тұр, сол үшін have got болады. Have got не бар? Машина бар. A car. Біздің ата-анамызда машина бар. Our parents have got a car. Оңай, балалар, қиын ештеңесі жоқ. Келесі, біздің мұғаліміміздің кілті жоқ. Яғни бір кабинеттің бір нақты бір кілт жоқ, я? Our teacher. Енді жоқ деп айтып отырмыз, я? Our teacher ол бір адам ғой. Сол үшін has got болады. Егер бар болатын болса, has got болады. Жоқ болатын болса, hasn't got болады. Hasn't got key. Key деген ол кілт, бір кілт. Яғни біздің мұғаліміміздің кілті жоқ. Келесі, Боб және Бенда велосипед жоқ. Bob and Ben. Енді қараңыздар, бұл жерде қанша адамда велосипед жоқ? Бір адамда ма, екі адамда ма? Есімдіктің орнына адамның аты келіп тұр, я? Сол үшін
Енді қараңыздар, бұл жерде екі адамның аты келіп тұр, сол үшін have got болады. Егер бар болатын болса have got, жоқ болатын болса haven't got. Haven't got дегеніміз ол have not got деген сөз. Bob and Ben haven't got a bike. Яғни оларда велосипед жоқ деген сөз ғой. Bob және Benде велосипед жоқ деген сөз. Сенің ағаңның шашы ұзын емес. Яғни шашы ұзын емес деген сөз, оның ұзын шашы жоқ деген мағынада айтылады. Сол үшін your brother, яғни бір адам, сол үшін hasn't got болады. Hasn't got. Ұзын деген long hair. Long hair. Your brother hasn't got long hair. Сенің ағаңның шашы ұзын емес, яғни ұзын шаш жоқ. Ұзын дегенде балалар, біз алдында егер бойы ұзын болатын болса, ол tall деп айтатын боламыз, ал бір зат ұзын болатын болса, онда long деп айтатын боламыз, длинный деген сөз бұл мағынасы. Ал tall деген ол высокий деген мағына. Осы екеуін шатастырмаңыздар. Келесі сөйлеміміз Фрэнкте жаңа камера жоқ. Фрэнк бір адам, сол үшін hasn't got. Так, жаңа камера, a new camera. Яғни камера деген суретке түсіретін камера, суретке түсіретін немесе видеоға түсіретін аппаратты айтамыз. Фотоаппарат. Frank hasn't got a new camera. Франкте жаңа камера жоқ. Менің досымда мысық жоқ. My friend бір адам. Бір адам. Егер my friends дейтін болса, онда ол көп адам болатын еді. Haven't got деп айтатын едік. Бірақ бұл жерде my friend деп тұр, сол үшін hasn't got деп айтамыз. Hasn't got. My friend hasn't got a cat. Яғни менің досымда мысық жоқ екен. Енді сұрақ қой берейік, Енді сұрақ қой берейік. Сенің көп достарың бар ма? Яғни сұрақ сенің болғандықтан you, сенде бар ма деп тұрмыз. Сол үшін have-тен бастаймыз, Бірден do, does деп бастамаймыз. Have you деп өзінен өзі бастайса. Яғни have-тің өзі сұрақ қойылады екен осылай. Have you got? Бірақ есімдігіміз have пен got-тың екі ортасына жазылады екен. Have you got көп достар? Many friends. Сұрау сөйлем, сұрақ белгісін қоямыз, Сенің көп достарың бар ма? Have you got many friends? Келесі. Сенің анаңда машина бар ма? Яғни машина кімде бар ма деп тұр? Сенде бар ма деп тұрған жоқпыз, Сенде бар деп айтатын, бар ма деп сұрайтын болсаң, have you got a car деп айтатын едік. Бірақ сенің анаңда, яғни сенің анаң ол бір адам. Сол үшін has болады. Осыны шатастырмаңдар. Has your mother got, got уже есімдік has бен got-тың ортасына жазылады. Соны ұмытпаңдар. Has your mother got a car? Сенің анаңда машина бар ма деген сұрақ пайда болды. Сенің сестраң бар ма? Яғни сенің деп тұрмыз, Have you? Сенде бар ма? Have you got a sister? Have you got a sister? Егер бар болатын болса, не дейміз? Yes, I have. Қысқа жауап, yes, I have. Жоқ болатын болса, no, I haven't деп қана жауап бере салады екенбіз. Бұл да модальный глагол сияқты. Yes, I can, yes, I must деген сияқты. Бұл да yes, I have деп жауап бере салады екенбіз. Yes, I do деп жауап бермейміз. Себебі бұл жерде бізге have you got деп сұрап тұр. Do you have a sister десе, yes, I do деп жауап береміз. Do you have a sister? Сенде әпкең бар ма деп сұраса, yes, I do деп жауап береміз. Ал have you got a sister деп сұраса, yes, I have деп жауап береді. Түсінікті болды, осы. Сенің
Папугайың бар ма? Сенде папугай бар ма? Бұл да have арқылы жазылады, себебі сенде деп тұрмыз, иә? Have you got a parrot болады екен. Have you got a parrot? Мысалы, жоқ деп айтатын болсақ, no, I haven't. No, I haven't. Яғни, сенде папугай бар ма? No, I haven't. Жоқ, менде папугай жоқ деп қысқа жауап. Have you got a parrot? Келесі сұрағымыз, енді has-ға қойып көрейік. Сенің әкеңде жаңа машина бар ма? Яғни сенің әкең ол бір адам, сол үшін has болады. Has your father got a new car? Has your father got a new car? Сенің әкеңде жаңа машина бар ма дейтін болсақ. Так. Бұлай қойып. Енді осының жауабы қалай болады? Егер ода бар болатын болса, сенің әкеңде жаңа машина бар ма деп тұр ғой, Yes. Егер бар болатын болса, yes, he has деп айтамыз, себебі has арқылы сұрап тұр бізден. Has your father got a new car? Yes, he has. Ода бар. Егер жоқ болатын болса, no, he hasn't болады екен. No, he hasn't. Жоқ, ода жаңа машина жоқ дегеннің қысқа жауабы осылай болады екен. Тағы да енді бір соңғы сөйлем жазайық. Сенің ағаңда үй бар ма? Яғни ағаң болған кезде дядяңда деп айтатын, Дядяң деген ол бір адам, сол үшін has болады. Has your дядя деген бізде қалай еді? Uncle, Has your uncle got a house? House деген үй. Сенің дядяңда үй бар ма? Қысқа жауап. Yes, he has. Егер бар болатын болса, жоқ болатын болса, қысқа жауап. No, he hasn't. No, he hasn't. Енді қараңыздар. Have you деп сенен сұраса, yes, I have, no, I haven't болады. Have we бізде бар ма дейтін болса, yes, we have, no, we haven't болады. Have they got дейтін болса, оларда бар ма дейтін болса, yes, they have got, yes, they have, немесе no, they haven't деп айтатымыз. Has he got, ода бар ма деп сұрайтын болса, yes, he has, немесе no, he hasn't деп жауап береді екенбіз. Has she got, ода бар ма деп қыз баладан сұрайтын болса, онда yes, she has, no, she hasn't деп айтамыз. Егер has it got, бұда бар ма деп сұрайтын болса, бір заттан бар ма деп сұрайтын болса, онда yes, it has, немесе no, it hasn't болады екен. Балалар осылай ауызша жауап бере салайын, чтобы сендер бәрін жазып отырмайтындай. Енді барлығын бір қайталап шығарайық, I have got two hands. Менің екі қолым бар. She has got dark hair. Оның шашы қара деген мағына сөз. Оның қара шашы бар деп айтпаймыз, оның шашы қара деп айтамыз. I've got two sisters. Менің екі сестрам бар. We've got many toys. Бізде көп ойыншықтар бар. Pupils have got interesting books. Оқушыларда қызықты кітаптар бар. My brother has got a new bike. Менің ағамда жаңа велосипед бар. They have got. Қысқартып жазып жіберейік, мына жерде қысқартылмай қалыпты. They have got, they've got 3 children. Олардың 3 баласы бар. Richard has got many pencils. Richardта көп қарындаштар бар. Our parents have got a car. Біздің ата-анамызда машина бар. Our teacher hasn't got a key. Яғни біздің мұғалімімізде кілт жоқ. Bob and Ben haven't got a bike. Bob және Benде велосипед жоқ. Your brother hasn't got long hair. Сенің ағаңның шашы ұзын емес. Frank hasn't got a new camera. Frankте жаңа камера жоқ.
My friend hasn't got a cat. Менің досымда мысық жоқ. Have you got many friends? Сенің көп достарың бар ма? Has your mother got a car? Сенің анаңда машина бар ма? Have you got a sister? Yes, I have. Сенің сестраң бар ма? Иә, бар. Have you got a parrot? Сенде папугай бар ма? No, I haven't. Жоқ. Has your father got a new car? Сенің әкеңде жаңа машина бар ма? Yes, he has. Иә, ода бар. No, he hasn't. Жоқ, ода жоқ. Has your uncle got a house? Сенің дядеңде үй бар ма? Yes, he has. No, he hasn't. Иә, ода бар. Жоқ, ода жоқ екен. Мінекей балалар, осымен жеткілікті деп ойлаймын. Осы have got немесе has got-қа осы 20 сөйлем жеткілікті деп ойлаймын. Келесі сабағымызда енді тағы да бір модальный глагол өтетін боламыз. Олай болса, келесі сабаққа кездескенше сау болыңдар.